Осы видеода мен Америкада тегін тамақты алғаным туралы айтамын. Бұл менің досым, оның аты Сиуат, Таиландтан келген. Біз Сиуатпен бірге Food Pantry деген жерге бардық. Food Pantry дегеніміз тамақ банкі. Егер сен кедей болсаң, или просто халявный хавканы алғың келсең, онда Food Pantry деген жерге барасың. И саған реально тегін түрде хавканы береді. Біз келдік, бізге талон берді. И онда, получается, екі түрлі орын бар. Pantry'nin екі түрлі орны бар. Бірінші орынға немесе бірінші секциясына әр күні келсең болады. Онда лайтовый тамақ беріледі. Мысалы, жеміс көкөністер, печенье, сэндвичтер және тағы басқалары. So, Siwat, can you please... Oh, salam. Can you please introduce what we got here? What we got here? Okay, definitely like everything from Hannaford. Ал екінші секциясында уже серьезный тамақ беріледі. Мысалы, ет, жұмыртқа, сүт өнімдері, макароны, хлопья, дәретхана қағазы, дезодорант және тағы басқалары. Бірақ осы екінші секцияға өту үшін өз атыңды жазып беруің керексің, және Pantry'де жұмыс істейтін адамдар саған осы секцияға айына тек 2 рет қана кіруге рұқсат ететін болады. Like, I think it might be expensive, you know? Yeah. Yeah, but we got it for free, man. And also, like, butter, like, it could rest for like a month or two. Yeah. Yeah, that's great, man. Also, we got... Laundry detergent. Yeah, and here... Vegetable oil. Oh my god. Why did we take it? No, for everyone to use it. I mean, because it's not... Oh, we can't use vegetable oil. Yeah. Oh shit. Never mind, we just store it somewhere. Do you think maybe we should return it? No, never mind. We can store it in like our drawer. Ramen, Wow. eggs. Butter. These eggs are green? Green, yeah. Why? That looks nasty, bro. Yeah. And oats. Uh-huh. Yeah, I eat them every day. So that's why I get it. This fish, jelly, peanut butter. Yeah. Онымен қатар бізге көмектесті. Яғни біз осылай жаяу 1 сағат жүрер едік, бірақ бізге машинамен көмектесті. Яғни Pantry'де жұмыс істейтін қызметшілер тегін түрде бізді мотелімізге дейін өз машинасында апарды. Мұның барлығын біз сатып алған жоқпыз. Осыны бізге берген. Ну, короче, сами видите. Сендер Сако не себепті тамақты тегін түрде береді деп сұрасаңдар, өйткені кейбір тауарлар уже бұзылған немесе бұзылуға бірнеше күн қалған. Бірақ кейбір тауарларды біз жедік. Мысалы, мен күрке тауық фаршын жедім, мейіз, жаңғақтар сияқтыларды жедім. We just found out that milk was expired 6 days ago. We can't drink that. Яғни 6 күн бұрын сүт ашып кеткен. Бірнеше күннен кейін мен басқа бір досыммен кітапханаға бардым. Біз қазір кітапханадамыз, и мен мынау кітапты оқиын деп отырмын. Ал келесі видеода мен Сакомен көршілес Old Orchard Beach қалашығын көрсетемін.